радикалды топтарға бейім болатын азаматтар негізгі дін негізін білмейтін, дін иммунитеті қалыптаспаған, депрессияда жүрген, әлеуметтік жағдайы төмен, басқа да себептер негізінде кірген азаматтар. Ал енді оның бақылап отқан әкесі, шешесі, бауырлар болмағаннан кейін ол азаматтарымыз не істейді? Ол азаматтарым әлеуметтік желіге тәуелді болады. Енді радикалды уақытшылар не насихаттаса, сол жастар сол іс-әрекетке барады. 2011-12 жылдан бастап Сирия Араб Республикасында жалған ислам мемлекеті құрылды десек те болады. ИГИЛ, ислам мемлекеті. Хадисте келген хатифат осы екен деп фундаменталистік көзқарас қалыптасқан азаматтар хиджрат мәселесімен сол жаққа қоныс аударды. 21-22 жылдары құлдырағаннан кейін ол жердің құрамында жүрген біздің ТМД елдеріндегі біраз манжахет дейміз ғой, ауған жеріндегі Вилаятул Хорасан деген жерге біраз азаматтар сол жерге шоғырланды. Вилаятул Хорасанда да мына жихадтың басы бізде, пәлен жерге жихад жасаймыз, сол үшін жихад жасау үшін, жұмақтың төріне бару үшін бізге кел деген ұрандар шықса, енді радикалданған, бір жақ көзқарас қалыптасқан азаматтар әбден ол жақ кетуі мүмкін. Ұлтараздық, дінараздық, алауыздық қоздыру мақсатында әлеуметтік желілер болсын, басқа да айла тәсілдермен үгіт насихат жасап жатқан жағдай да бар. Сол радикалды уақытшылардың мүддесі үшін істеліп жатқан дүние. Енді ондай радикалды топтардан сақ болған дұрыс. Мектеп қабырғасында тәрбие бөлімдері түсіндіру жұмыстарын жасаса, әр қала облыстарда дін істер басқармасы теологтары тұрақты мектеп колледждерде теологиялық, психологиялық ақпарат берсе, мүмкін ол жылдан біраз азаматтарды сақтап қалуымызға болады.